Бүгінгі Қазақстан тек экономикасы дамыған ел ғана емес, табиғатын қорғауға ұмтылған ел. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен басталған Таза Қазақстан жай акция емес. Ол адамның табиғатқа көзқарасын, өмірге деген жауапкершілік ұстанымын өзгертеді. Өйткені шын тазалық қоқыс жиналған жерде емес, ойы мен ниеті таза қоғамда басталады. Екі 2024 жылы республикада экологиялық мәдениетті дамытудың тұжырымдамасы бекітілді. Ол 2029 жылға дейінгі еліміздің экологиялық болашағын айқындайтын стратегиялық құжат. Негізгі бағыттар экологиялық сананы ояту, табиғатты аялау мәдениетін қалыптастыру. Тұжырымдама азаматтардың экологиялық мәдениетін, табиғатқа деген құрметін қалыптастыруға, қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығын түсінуге және экологиялық мәселелерді шешуге белсенді қатысуға бағытталған. Бүгінде еліміздің қалаларында қоқысты сұрыптайтын экобокстар мен фандоматтар орнатылып, азаматтар пластик пен алюминийді өткізіп бонустар алады. Мектептерде балалар экологияны үйреніп, экобокстарды пайдаланады. Ал телеграмдағы айғұлақ таза қазақ бот арқылы кез келген адам өз өңіріндегі экологиялық мәселені хабарлай алады. Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталу керек. Өйткені Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Тек болған емес, Таза Қазақстан бастамасы аясында елімізде мемлекеттік орман қоры аумағына 1,3 миллиардтан астам көшет егілді. Биылдың өзінде республика аумағында 2,4 миллионға жуық көшет отырғызылды. Мемлекеттік орман қоры аумағында 1 миллиард 369 миллион көшет. Оның ішінде Арал теңізінің құрғаған түбінде сексеуіл көшеттерінің 48,7 миллион данасы отырғызылды. Өткен жылдың соңында Қазалы қаласындағы 33 гектар алаңда қуаттылығы жылына 3 миллион көшет болатын орман питомнигінің құрылысы аяқталып, іске қосылды. Ағымдағы жылы көлемі 15 гектар питомникті жобалау және аралдың құрғатылған түбінде тікелей ұңғымаларды бұрғылау жұмыстары жүргізуде. Сонымен қатар, Қазақстан орталық Азиядағы экологиялық көшбасшы ел ретінде Арал мен Каспийді сақтау, көміртегі бейтараптығына ұмтылу сияқты бастамаларды жүйелі түрде жалғастырып келеді. Біздің Қазақстаннан басқа отанымыз жоқ. Туған жерімізді ешкім сырттан келіп тазалап, көркетіп бермейді. Отанымызды таза ұстау әр азаматтың қастерлі парызы. Таза Қазақстан акциясы миллиондаған қазақстандықты ортақ іске, сенбілік пен тазалық шараларына біріктірді. Бүгінде адамдар өз көзімен қоқыстың табиғатқа тигізер зиянын көріп, экологиялық жауапкершіліктің маңызын терең түсіне бастады. Бұл бастама жай тазалық емес, бұл ойлау мәдениетін өзгертудің ұлттық стратегиясы.